Жүрген жері ұрыс, басқан жері төбелі жұлдызнама белгілері кімдер? Ендеше рейтингіне көшелік. 12-ші орында бізде балықтар. 11-ші орында тау ешкілер. Ал 10-ші орында су қойғыштар. 9-ші орында кімде ойлайсыздар? Шаяндар екен. 8-ші орында бізде таразылар. Әрі қарай жылжимыз. Қане? 7-ші орында бізде арыстандар. Ал кеттік достар, енді бізде жарты жұлдызнама белгісі қалды. Жаңа аталғандар аса ұрысқа жақын емес, өздері бастамайды, қатты қызбалана бермейді, бірақ мінезі жоқ деп айта алмаймыз. Енді бізде жүрген жері ұрыс, жүрген жері төбелі, соған жақын жүретін жандар. Кеттік. 6-шы орында бізде егіздер екен. Егіздер неге бізде 6-шы орында тұр? Себебі олар өзінен сөз асырмайды. Сондықтан оның намысына немесе оның бет-әлпетіне, абыройына келетін сөз айтылса, ол міндетті түрде лап етеді сізге. Кеттік. 5-ші орында бізде қайнекей? Торпақтар. Торпақтар, ой, әйда, көтерілмейді, потом вулкан сияқты атқылап кетеді. Сол кезде сақтаныңыздар. Сондықтан торпақтардан аулақ жүруге кеңес беремін. Басында спокойный адам болып көрінеді, ал кейін бітті, тоқтамайды. Бір бастады ма, тоқтамайды, бітті, өшпейтін трактор сияқты болады. Кеттік. 4-ші орында бізде бикештер. Бикештер бізде мінсіз болған жақсы көреді ғой. Егер оған сын айтып не қылсаң, көтеріліп кетеді, жоқ жерден ұрыс туындауы мүмкін. Настроениесі болмаған кезде де оған жағымсыз, ұнамайтын бір нәрсе айтылып қалса, бітті, ұрысты бастайды. Менімен ұрысың келіп тұрма деп көтеріліп кетеді температурасы. Әрі қарай, енді бізде 3-тік екен, жүрген жері ұрыс төбелес. 3-ші орында кімде ойлайсыздар? Көкпектер, саршаяндар. Тамаша. 2-ші орында бізде үнемі бірінші болатын, ешкімге өзінің жолын бермейтін, ешкімнің артында тұрғысы келмейтін. Бізде кімдер? Тоқтылар. Тамаша. Ал 1-ші орында бізде қашанда өз дегенін жасататын, қашанда өз дегенін істеу үшін ешкімді аямайтын, жігерлі, сондай-ақ өте қатал белгі кімде ойлайсыздар? Бұл әрине бізде мергендер, достар.